Мені пікірталасқа шақырып жүрген кейбіреулер бар екендігін естіп жатырмын. Анамның үйреткені қазақ қызына жеке мүддесін дәлелдеу мақсатында ермен, оның үстіне ел ағасы жасындағы ер адаммен сөз таластыру жараспайды. Айтарым бар, арманым бар, дей келе тәрбием жіп бермейді. Дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Көкірегімді дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын. Ел үшін бірігіп жұмыс істеуге бармын. Тырнақ астынан кір іздемей бірге жұмыс істейікші, ағалар. Біздің жұмысқа ақыл қосамын, жүкті бірге көтеремін демесеңіз де, тілектес болғаныңыздың өзі маған және бізге үлкен күш. Көбіңіз мені сахна арқылы танисыздар. Осы жолды сыйлаған тағдырыма дән ризамын. Өнер жолы маған ең басты нәрсені, халықтың мұң-мұқтажын көре білуді, қиындығын сезе білуді үйретті. Сондықтан да мен халық партиясындамын. Жалғасы бар. Әйел затының саясатта ісі жоқ. Әнші әнін ғана айтып жүру керек деген сөздерге келіспеймін. Келіскім де келмейді. Қоғамдағы көкейкесті мәселелерге әйел затының және әншінің де конституция бойынша толық құқығы бар. Әйел адам қоғамдағы жалпы өмірдегі болып жатқан мәселелерге сезімтал екенін білесіздер. Бүгін мен сіздердің алдарыңызда өнер адамы ретінде ғана емес, бүгін мен алдарыңызда өз елімнің азаматы ретінде, ана ретінде және ертеңгі күніміздің қандай болатынына бейжай қарай алмайтын жан ретінде тұрмын. Әр ана өз баласының дамыған, еркін, қауіпсіз ортада өмір сүргенін қалайды. Бұл ақиқат. Әр ананың ұрпақ болашағы мен қауіпсіздігі үшін балаларымызға қалатын отанымыздың ертеңі мәселесіне айтар бар. Соңғы күндері маған саясаттан нең бар деген сұрақ қойылуда. Жауабым өте қарапайым. Көрермендерім мен оқырмандарымның мұңы мен алаңдаушылығын заң жүзінде реттеуге мүмкіндігім бола тұра, үнсіз қалғым келмейді. Айтып қана қоймай, ат салысып іске кірісу үшін Қазақстан халық партиясында жұмыс істеуді таңдадым. Жалғыздың шаңы шықпас деген ата сөзінің ақиқатына көз жеткізіп, әріптестеріммен бірігіп, жұмыс жасап, пайдамды тигізсем деген ниет қана болды менде. Осы күнге дейін біраз шаруаларды бітіріп, мұқтаж жандарға көмектесіп те үлгердік. Мәселен, сирек кездесетін орфандық ауруларға бюджеттен 250 миллион ақша бөлдіріп, ем шара жасауға ықпал етіп, көмектесіп, сауабын алдық. Қазақстан халық партиясының съезінде орын алған сұхбатымның төңірегіндегі әңгімелерді көрген боларсыз. Мен шын ниетпен әріптестерімнің қойған сұрақтарын жауапсыз қалдырғым келмей тоқталдым. Алайда партияның съезі басталып жүріп жатты. Партия қызметкерлері мені жиынға шақырып, әлек болып жатыр. Бір жағынан сұрақ астына алып жатқан журналистер, екінші жағынан асықтырып жатқан ұйымдастырушылар. Бір сөзбен айтқанда, ортаны біраз қарбаластырып жіберді. Алайда кейбір журналистер хайп жинап, менің сұхбатымнан үзінді салып, заң білмейді деп көрсеткісі келген. Заң білмейтін адамға құрылтайға барып керегі не деп адамдарды алдауға тырысыпты. Журналистердің бұл қылығы осы науқан кезінде біреудің тапсырмасымен жасалуы әбден мүмкін. Менің жауабым біреу. Мен жоғарғы білімді заңгермін. Мен еліміздің жоғарғы білімді оқу орындарының флагманы Қазақтың Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің халықаралық құқық факультетін күндіз оқып бітіргем. Заңды жай оқымақ түгіл, күні түні зерделеп, жаттап, ғалымдарға, профессорларға емтихан тапсырып, қорғап, заңгер дипломын алған адаммын. Одан да бөлек, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіріп, магистрлік білімде алғам. Демек, кейбіреулер айтқандай құрылтайға заңгер бару керек болса, онда ол мен. Алған білімім, сауатым, ақылымның арқасында еліміздегі қарастырылып, қабылданып, қолданылып жатқан заңдар мен болып жатқан ауқымды әлеуметтік мәселелерді бақылап, танысып жүру әдетімнің біріне айналғандықтан саясатқа бет бұрдым. Адам саясатшы болып туылмайды. Адам саясатшы болып қалыптасады. Жалғасы бар. Қадірменді
Мен телевидениенің әр каналында 20-ға жуық әр түрлі бағыттағы бағдарламаларды жүргіздім. Қалаулым соның біреуі ғана. Белгілі бір уақыт жүргізген қалаулым жобасы жайлы қысқаша да айтып өткенім жөн болар. Бұл жобаға түрлі көзқараспен қарауға болады. Әуелі мен бұл жобаның авторы емес екенімді, қарапайым қатардағы қызметкер болғанымды, яғни жүргізуші болғанымды еске салғым келеді. Бағдарламаның редакторлық саясаты ешқашан менің құзыретімде болған емес. Жобаның маған кәсіби тұрғыдан қызық көрінген, жоққа шығаруға болмайтын бірнеше тұстары болды. Біріншіден, бұл қазақ телевизия тарихында бірінші рет аптасына 6 күн 3 сағат қазақша сөйлеген бағдарлама болды. Эфирде көрсетілген 9 жылдың ішінде қазақша сөйлемеген отандастарымыздың отбасымызбен қазақша сөйлеп кеттік деген мағынаның төңірегінде алғыс айтып және жазған хаттары да бар. Жоба барысында жастар мен отбасы тақырыптарының аясында туындауы мүмкін көптеген әлеуметтік тақырыптар көтерілді. Мәселелерге назар аударылды. Екіншіден, жоба алғашқылардың бірі болып, рейтинг көрсеткіші бойынша біздің елде көрсетілетін орыс тілді бағдарламаларға бәсекелес бола алды. Алыс жақын шетелде көрермендері мен жанкүйерлерін тапты. Әлеуметтік желі қазақша сөйлей бастады. Нәтижесінде қазақ тілді бағдарламалардың жарнама берушілері мен спонсорлары көбейді. Қазіргі таңда арналарымызда эфирге шығатын қазақ және өзге тілде шығатын бағдарламаларының пайыздық мөлшермен де сараласаңыз болады. Бұл қазақ тілді бағдарламалардың пайыздық үлесі жайлы қабылданған заңнама мен әріптестеріміздің ұтымды жұмысының нәтижесі деп білемін. Үшіншіден, күн сайын миллиондаған көрермен, әсіресе аға буын жобаны көруді таңдады. Ал отандастарымыздың ауқымды басым бөлігінің таңдауын кемсіту орынсыз деп санаймын. Сенім тек іспен дәлелденеді. Мен саясатта ғажайып құбылыстарды уәде еткім келмейді. Барлық мәселені бір күнде шешіп тастаймын деп те айтудан аулақпын. Бірақ бос сөйлеп, аяқ босатып жүргім келмеді. Нақты іспен айналысуды жөн көрдім. Әрбір мәселені егжей-тегжейлі зерделеуге дайынмын. Халықтың мүддесін қорғау менің басты мақсатым. Ұсынылған депутаттар тізімінен ұлттық құрылтай тізіміне кім өтетінін партияның өзі шешеді. Мен ықпал ете алмаймын. Әуелгі мақсатым депутаттардың сайлау науқанына қатысып, егер өтсем, сенген көпшіліктің мұң-мұқтажын жеңілдетіп, қазақ халқына пайдамды тигізіп, адамдарға көмектесу. Қазақстанның халық партиясына дауыс беріңіздер. Біздің тарихымызда Роза Бағланова секілді халқына өнермен де, азаматтық ұстаныммен де қызмет еткен тұлғалар болды. Мен өзімді ол кісімен салыстырмаймын, бірақ Роза апамның халқына адал қызмет ету жолын өзіме үлгі етемін. Мен